Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен Prepositions of time, яғни уақыт предлогтарымен танысатын боламыз. Соның ішінде біз in, on, at уақыт предлогтарымен танысамыз. Ендеше алғашқы предлог ол бізде at. At алдымен бізде уақытты айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, сағат 3-те деген 3 o'clock. Сағат 3-те. Немесе мысалы сағат 12:30 дейік. At 12:30. Немесе at 12:30 деп айтамыз. Сондай жағдайда қолданамыз. Екіншіден, яғни түннің ортасы, полночь дейміз, сондай жағдайда қолданамыз. At midnight. Немесе полден дейді, яғни тал, сондай жағдайда қолданамыз. At noon. Немесе at noon, немесе midday дейді. At noon, немесе at midday. Келесі, мысалы, түскі ас уақытында деп айтатын болсам, at lunch time. At lunch time. Сондай жағдайда қолданамыз. Келесі, егер демалыста дейтін болсақ, сенбі жексенбі күндері қолданамыз. At the weekend. That's the weekend. Келесі қолданамыз тағы да біз, мысалы, фестивальдарды айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, at Christmas. At Christmas. Немесе at Easter. Осындай жағдайда қолданамыз. Мысалы, мен мектепке сағат 12:30-да барамын. I go to school at 12:30. At 12:30, яғни мен 12:30-да барамын. Келесі мысал, мен досыммен түскі ас уақытында кездесемін. I'm meeting my friend at lunchtime. At lunchtime. Яғни мен досыммен обед уақытында кездесемін. Мен отбасыммен, мысалы, Рождество күні кездесемін. Немесе Рождество уақытында мен отбасыма барамын. I visit my family at Christmas. I visit my family at Christmas. Жалпы осылай жасалады. Келесі предлог ол бізде in предлогына кеп тоқталайық. Inді қандай жағдайда қолданамыз? In предлогы бірінші біз айды айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, in December, яғни желтоқсанда. Немесе біз жылды айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, in 2024 2024 жыл. Және де біз қолданамыз жыл мезгілдерін айтқан жағдайда, мысалы, in the summer. Және де 10 жылдықтарды айтқанда қолданамыз. Декадаларда, мысалы, 80 жылдарды in the 80 жылдары. Және де ғасырды айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, 21 ғасыр дейді. In the 21st century. Келесі күннің бөліктеріне, яғни таңертең, түсте, кешке дегенді айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Және де бір ұзақ периодты көрсететін болсақ, ұзақ периодты айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, мұз дәуірінде дейтін болсақ, in the ice age. Жалпы осындай жағдайда біз қолданамыз in. Енді мысалға кеп тоқталайық. Мысалы, бірінші мысалға тоқталатын болсақ, менің туған күнім желтоқсанда дейік. Яғни my birthday
birthday is in December. Мысалы, Титаник 1912 жылы батқан дейік. Титаник білесіздер барлықтарыңыз, Титаник киносын көрген шығарсыздар. The Titanic sank in 1912. Яғни Титаник 1912 жылы батқан. Келесі тағы да бір мысал. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Біз айтамыз, we are living in the 21st century. In the 21st century. Яғни біз 21 ғасырда тұрып жатырмыз. Келесі, мысалы, менің ағам таңертең спорт залға барады дейік. My brother goes to the gym. Яғни әр дүйсенбі сайын әр таңертең сайын барып отырады. My brother goes to the gym in the morning. Жалпы осылай қолданылады, сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Келесі соңғы предлог бүгін сіздермен танысатын, ол бізде on. Онда қайда қолданамыз? Он біріншіден біз апта күндерін айтқан жағдайда қолданамыз. Мысалы, жұма күні дейтін болсақ, on Friday. Немесе, мысалы мен айтам, дүйсенбі күні түстен кейін деп айтатын болсам, тоже қолданылады on Monday afternoon. On Monday afternoon. Яғни бұл жерде afternoon тұр екен деп мен in қоя алмаймын, себебі бұл жерде Monday тұр, сондықтан on Monday afternoon. Келесі мысалы қандай да бір нақты датаны айтатын болсақ, онда біз қолданамыз on. Мысалы, егер сіздер айды айтатын болсақ, біз in қойдық бағана, мысалы in December, ал егер мен нақты датаны айтатын болсам, in емес on предлогын қоямын. Мысалы, 25 май дейтін болса, мен айтам on the 25th of May. Яғни 25 май. Мен on предлог қолданам, себебі нақты датаны айтып тұрмын. Келесі, біз қолданамыз, мысалы, менің туған күнімде деп айтатын болсам, мен айтам on my birthday. On my birthday. On my birthday, менің туған күнімде. Тағы да, мысалы, біз бағана айтты, мен Рождествода дейтін болса, мен қойдым at Christmas, солай ма? Ал егер мен Рождество дегенді, Christmas деген сөзге day деген сөзді қосатын болса, онда бізде предлог at-тан onға өзгереді. Мысалы, on Christmas day, яғни Рождество күні. On Christmas day. Рождество күні. Келесі, яғни мерекелерге day деген сөз қолданылатын болса, онда біздегі at предлогы on предлогына өзгереді. Келесі мысалы біздің годовщинада. Годовщина деген жағдайда біз также қолданамыз on. On my anniversary. Ендеше кеттік, мысалға келіп тоқталайық. Мысал алатын болсақ, мысал мен бассейнға жұма күні барамын. I go to the swimming pool on Friday. Жұма күндері барамын, on Friday. Келесі, мысалы, менің туған күнім 25 майда, нақты дата. My birthday is on the 25th of May. My birthday is on the 25th of May. Яғни менің туған күнім 25 майда. Кеттік, ары қарай жалғастыратын болсақ, мысалы, біз Рождество күні жиналамыз. We get together
We get together on Christmas Day. On Christmas Day. Мысалы, біз жұма күні кешке вечеринка жасаймыз, или вечеринка болады дейтін болсақ, we will have a party on Friday night. On Friday night. Жалпы осылай бізде қолданылады. Тағы да бір айта кететін зат, мысалы мына жерде сізде тұр in the morning, in the afternoon. Қазір белгілеп көрсетейін сіздерге. Мына in the morning, in the afternoon, in the evening берген. Ал енді бізде түнде деген сөз қайда қалды? Түнде дегеніміз бізде болады at night. At night. Жалпы осылай қолданылады. Сіздерге берілген уақыт предлогтары at, in, on. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Комментарий қалдырып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.